Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңдағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Тақырып мамыр айындағы мерекелерге орай жоспарланған іс-шаралар туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикерлеріміз Арсен Зинатұлы, Орал қаласы әкімінің орынбасары, Медхат Мұсаұлы Қамбетов, Батыс Қазақстан облысы мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы басшысының орынбасары. Алаңымызға қош келдіңіздер. Сөз сіздің өздеріңізде. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Мамыр айында облыс бойынша мәдениет мекемелерінде 500-ге жуық мерекелік шаралар өтеді. 7 мамыр отан қорғаушылар күні, 6 мамыр күні Атамекен өнер ордасында салтанатты жиынмен «Жасай бер ұлы отан» атты мерекелік концерт өтеді. Сонымен қатар аудандық мәдениет үйлерінде салтанатты жиналыстар мен мерекелік концерттер, рухы биік жауынгер атты сарбаздармен кездесулер өтіп, Орал қаласы Гагарин кинотеатрында «Бүркіт» фильмі көрсетілімі, Сырым ауданында «Айбынды жігіт 2026» мекемелер арасындағы аудандық жігіттер байқауы, Тасқала ауданында «Абырой, міндет, парыз», Теректі ауданында «Әскеріміз, айбынымыз» кездесу кеші, Шыңғырлауда «Жігіт сұлтаны» аудандық байқауы өтеді. 9 мамыр жеңіс күні облыстағы кітапханалар мен музейлерде тақырыптық көрмелер мен шаралар ұйымдастырылады. 7 мамыр күні Хадиша Бөкеева атындағы қазақ драма театры «Зенит» мәдениет үйінде Мәншүк драмасын, Островский атындағы драма театры «Не для меня придет весна» музыкалық драмасын ұсынады. 9 мамыр күні жеңіс күніне орай қала мен барлық аудандарда еске алу шаралары, гүл шоқтарын қою рәсімдері өтеді. Орал қаласында гүл шоқтарын қою рәсімі 6 жерде: Стелла, қазақ халқының даңқты қыздары ескерткіші, бауырластар зираты, Темір Машин ескерткіші, ол күндердің даңқы өшпейді монументі Жуковтың ескерткішінде өткізіледі деп жоспарлануда. Жәнібек ауданында өшпес ерлікке ұрпақтар тағзымы театрландырылған қойылым, Сырым ауданында бейбіт күн жасасын әлемде мекемелер арасында аудандық ән байқауы өтеді. 18 мамыр халықаралық музейлер күні. Оған орай 1-16 мамыр аралығында музей жәдігерінің тарихи оқиға немесе тарихи тұлға туралы әлеуметтік желілерде пост жазу байқауы, тарих сөйлейді жи арқылы жасалған комикс байқауы мен музей жәдігері жи көзімен бейне байқауы жүргізіледі. Жеңімпазы 18 мамыр күні марапатталады. 15 мамырда табиғат және экология музейінде динозаврлар әлеміне саяхат мерекелік шарасы. 16 мамыр Мәншүк Мәметова музейінде барлық отбасымен музейге шарасы. Ақжайық аудандық тарихи-өлкетану музейінде музей қазыналары крест ойыны. Аудандық музейлерде ашық есік күні мен музей түні шаралары өтеді. 18 мамыр күні облыстық тарихи-өлкетану музейінде музей түні 2026 түнгі музейдің мерекелік шаралар топтамасы өтеді. Облыстық тарихи-өлкетану музейінде келушілерге ежелгі көшпенділердің қару-жарақтары, балалық шақ әлемі, ойыншықтар тарихы мен тәжірибесі, құпия жәдігер және қолөнер шеберлерінің көрмелері таныстырылып, қала қонақтары мен тұрғындарға арналған қалаішілік экскурсия ұйымдастырылады. 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. 19 мамыр күні мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай облыс аудандарының мәдениет мамандарына арналған мәдени кластер шеберлік сағаты өтеді. Аталған шеберлік сағаты мәдениет, өнер және медиа саласы мамандарының кәсіби байланысын нығайтуға, тәжірибе алмасуға және заманауи технологияларды, оның ішінде жасанды интеллект мүмкіндіктерін мәдени салада қолдануды кеңейтуге бағытталған. Бағдарлама аясында театр режиссурасы, қуыршақ театрының дамуы және жасанды интеллекті мәдени жобаларда қолдану тақырыптарында шеберлік сабақтар өтеді. 21 мамыр күні сағат Атамекен өнер ордасында мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай мәдениет, жүрек пен өнер үндестігі салтанатты шара өтеді. Мәдениет және өнер қызметкерлері күні аясында аудандарда салтанатты шаралар өтіп, Орал қаласы Алтын Орда мәдениет үйінде өнер үндестігі командалық байқауы, Бөрлі ауданында мәдениет қызметкерлерінің тимбилд тур спорттық шарасы, Жаңақала ауданында бір сахна екі тағдыр аудандық байқауы, Сырым ауданында мәдениет пен өнер ұлттың мәйегі мәдениет қызметкерлерінің слеті ұйымдастырылады. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні облыстағы кітапханалар мен музейлерде тақырыптық көрмелер мен шаралар ұйымдастырылады. Сырымда атындағы тарихи-өлкетану музейінде Батыс Алашорда қайраткері алғашқы қазақ дәрігерлерінің бірі Иса Қашымбаевтың туғанына 135 жыл, Алашорда қайраткері, қоғам қайраткері Әлихан Бөкейхановтың туғанына 160 жыл, ақын, философ Ғұмар Қараштың туғанына 150 жыл толуына орай Алаштың асыл ұлдары шарасы Теректі тарихи-өлкетану музейінде бас иіп тағзым етеміз тақырыбындағы Алаш арыстарын еске алу кеші аудандық музейлерде тақырыптық көрмелер мен шаралар ұйымдастырылады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Медхат Мұсаұлы. Келесі сөз сізге, Арсен Зинатұлы, сізге.
Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Алдағы 7 және 9 мамыр отан қорғаушылар күні мен жеңіс күніне орай Орал қаласында кең ауқымды мерекелік және патриоттық іс-шаралар ұйымдастырылатын болады. 7 мамырға тоқталатын болсақ, бұл мереке ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттік тәуелсіздік пен аумақтың тұтастығын қорғау сияқты конституциялық құндылықтарды дәріптейтін маңызды күн болып табылады. Осыған орай қалада әскери патриоттық тәрбиеге бағытталған жастардың отансүйгіштік рухын нығайтатын мазмұнды іс-шаралар қоздырылмақ. Жас буынға әскери қызметтің маңыздылығын түсіндіру мақсатында білім беру ұйымдарында елімдеп соққан жүрек, ел ертеңі бүгінгі жас ұландар сияқты патриоттық сағаттар мен ән байқаулар ұйымдастырылады. Сонымен қатар оқушылар мен студенттер үшін әскери бөлімдерге экскурсия ұйымдастырылып, олар әскери техникалар мен сарбаздардың күнделікті тыныс-тіршілігімен танысатын болады. 7 мамыр күні қалалық саябақта шаһар тұрғындарына мерекелік іс-шара ұйымдастырылады. Сондай-ақ мәдениет нысандарында ер елінің қорғаны, елімнің қорғаны, ержүрек атты концерттік бағдарламалар, тақырыптық кештер өтеді. Бұл шаралар арқылы ел қорғаған азаматтарға құрмет көрсетіліп, ерлік ұғымын дәріптеу көзделіп отыр. Спорттық шараларда кеңінен ұйымдастырылатын болады. Атап айтқанда шағын футбол, волейбол жарыстары және әскери патриоттық спорттық сайыстар қала аумағының түкпір-түкпірінде өткізіледі. 9 мамыр жеңіс күніне тоқталатын болсақ, жеңіс күні бейбіт өмірдің құндылығын ұғындыратын, ұрпақтар сабақтастығын жалғайтын тағылымды мереке. Жеңістің 81 жылдығына орай ұйымдастырылатын іс-шаралары ерекше мазмұнға ие және ең алдымен ардагерлерге құрмет көрсетуге бағытталған. 9 мамыр күні әріптесіміз атап өткендей, негізгі іс-шаралар келесі бағытта өтеді. Таңертең сағат 8:00-де қаламыздың 5 ескерткішінде гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Нақты айтсақ, бұл қазақ халқының даңқты қыздары ескерткіші, бауырластар зираты, Темір Майсиннің ескерткіші, ол күндердің даңқы өшпейді монументі және Георгий Жуков ескерткіші жанында өтпек. Сағат 9:00-де ардагерлердің, облыс және қала басшылығының, құқық қорғау органдары өкілдерінің және жалпы қала жұртшылығының қатысуымен мәңгілік алауға гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Одан соң соғыс ардагерлерінің үйлеріне барып жеке құттықтау шаралары ұйымдастырылады. Жеңіс күніне дейін қаламызда бірқатар маңызды мәдени ағартушылық іс-шаралар өтуде. Бұл шаралар тарихи жадымызды жаңғыртып, жас ұрпаққа бейбіт өмірдің қадірін түсіндіруге бағытталған. Атап айтқанда, қаламыздың кітапханаларында жеңіс күнінің жарқын бейнесі, ерлік даңқы өшпесін атты көрмелер мен оқырмаларға акциялар ұйымдастырылады. Білім беру ұйымдарында ер есінде жеңіс мәңгілік тарих және әдеби тарихи кештер өткізу жоспарланып тұр. Майдан әндері байқауы, еске алу сағаттары патриоттық акцияларда ұйымдастырылатын болады. Сонымен қатар қаламызда жеңіс лентасын тарату акциясы, мерекелік концерттер мен спорттық турнирлерге ұласатын болады. Жалпы мерекелік іс-шараларға тек қала орталығында ғана емес, қаламыздың Зачаган, Геркуль, Круглозерный кенттері мен Жилаев селолық округінде де өткізілетін болады. Ардагерлерге құрмет көрсету мақсатында қала бойынша әрбір соғыс ардагерлеріне жауапты адамдар бекітілді. Қазіргі уақытта мамандар мен ардагерлердің үйлеріне барып, қажетті көмектерін анықтап, нақты жұмыстарын бастап кетті. Жеңіс күніне орай әлеуметтік қолдау шараларға тоқталатын болсақ, соғыс ардагерлері мен мүгедектеріне қазіргі таңда 5 миллион теңге төлеу қарастырылып отыр. 9 мамыр жеңіс күніне орай өзге де санаттағы азаматтарға 50 мыңнан 180 мыңға дейінгі бір жолғы төлемақы жүргізіледі. Барлық төлемдердің жалпы сомасы 208 миллион теңгені құрап отыр. Құрметті әріптестер, құрметті журналистер, жалпы 7 және 9 мамыр мерекелері аясында іс-шаралар ел қорғаған ерлерге тағзым етуге, бейбіт өмірдің құндылығын дәріптеуге және ұрпақтар сабақтастығын нығайтуға бағытталған. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюға рұқсат. Рахмет. Алаңымызға келіп түскен сұрақтар легіне көшсек, мамыр айында жоспарланған 500-ге жуық шараның негізгі мақсаттары қандай? Өздеріңіз естіп отырғандай, бұл шаралар әуелі отан қорғаушылар күні, жеңіс күні, бұл жерде өскелең ұрпаққа, жастарымызға патриоттық тәрбие беру, отанын сүюге, елін сүюге тәрбиелеу бағытында болады. Онан кейін халықаралық музейлер күні біз музей қызметкерлерін, жалпы музей
саласындағы еңбек етіп жүрген әріптестерімізді құрметтеу. Онан кейін 21 күні мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні мерекесі. Бұл жерде де осы кәсіппен, осы мамандықпен айналысып келе жатқан әріптестерімізді құттықтау, құрметтеу болып табылады. Рахмет. Келесі сұрағымыз: қоғамдық қауіпсіздік, көлік қозғалысы және тұрғындардың жайлылығы қалай реттеледі? Рахмет сұрағыңызға. Қоғамдық қауіпсіздік, көлік қозғалысы және тұрғындардың осы мереке күндері өздерін жайлы сезіну үшін барлық қауіпсіздік шаралары қазіргі таңда қолға алынды. Мереке күндері қоғамдық қауіпсіздікті нығайту мақсатында полиция қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс атқаратын болады, және де тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылады. Сонымен құқық қорғау органдары мен тиісті қызметтер адамдар көп жиналатын орындарда тәртіп пен қауіпсіздікті жіті бақылауда ұстайтын болады. Сонымен қатар осы мереке күндері алаңдарда заңсыз сауда-саттыққа жол берілмейтін туралы айта кету керек. Және де 9 мамыр күні жеңіс алаңында мәңгілік алауға гүл шоғын қою рәсіміне байланысты Пугачев көшесінен Назарбаев даңғылынан Құрманғазы көшесіне дейінгі жол уақытша жабылатын болады. Енді аталған шектеулер туралы біз тағы да қосымша алдын ала ақпаратын беретін боламыз. Осы жұмыстардың барлығы біздің шаһар тұрғындарының қауіпсіздігі үшін жасалып отқан іс-шаралар. Сондықтан тұрғындар осыған түсіністікпен қарап, қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауға шақырамыз. Рахмет. Алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен баспасөз мәслихаты аяқталды. Аман сау болыңыздар.